Ай мектеп. Gayet muqiyat. Аға, қараңызшы, қандай көп алма тердік. Иә, биыл біздің бақша ағаштары жемісті көп берді. Барлығы да алма болғанымен, түрі мен түсі сондай көп. Қызыл, жасыл, сары, үлкен, кіші, сопақ, қатты, жұмсақ. Дана, бұл сөздердің барлығы заттың сынын білдіретін сөздерге жатады. Аға, заттың сынын дейсіз бе? Ол не деген сөз? Қазір түсінесің. Мұнда қара. Мынау қандай? Қызыл, Мынау қандай? сары, Ал мынау қандай? жасыл. Аға, сын деген заттың түсі ме? Тек қана түс емес. Бірақ түс атауларының бәрі заттың сынын білдіретін сөздердің қатарына жатады. Енді мыналар қандай екенін айта ғой. Бәрі де жасыл. Бірақ мынау үлкен. Ал мынау кішкентай дөңгелек. Мынау болса сопақ, қатты. Бірақ бәрінен де тәтті, шырынды алма. Анау сары алма жұмсақ, бірақ қышқыл. Мәне, сен қазір заттың сынын білдіретін сөздерді пайдаланып, алмаларды сипаттадың. Үлкен, кішкентай деген сөздер заттың көлемін, жалпақ, дөңгелек, сопақ деген сөздер заттың пішінін, тәтті, шырынды, қышқыл деген сөздер заттың дәмін білдіреді. Заттың сынын білдіретін сөздерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады. Түсіндім. Біз алмаларды мына жәшіктерге түсіне ғана емес, пішініне, жұмсақтығына және дәміне қарай бөліп салуымыз керек екен ғой. Қышқылындай. Қайталайық. Заттың сынын білдіретін сөздер. Заттың сынын білдіретін сөздер деп, заттың түсін, түрін, көлемін, дәмін, жұмсақтығын және тағы да басқа қасиеттерін білдіретін сөздерді айтады. Мысалы, мынау сопақ, қатты, бірақ тәтті, шырынды алма. Заттың сынын білдіретін сөздерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады.